Бейжіңнен амелесін кеп алдыңдар ма? Бейжіңге де барып мінекей, ауылға да келдік түн жағаласына да мінекей. Мына жер қай жер болып кетті? Сталинде келген ақша қой. Мына жерде малым дүкен бар екен. Досым, мына сұңғат бейжіңге бар. Бейжіңге сұңғат қой. Мағызым несі? Мына жерге фуер болып кеткен бе? Бағам бар. Бейжіңге досым қалайсыңдар? Амасы бейбі жүрді. Yok, konuşma. İlk beyжіңнен амелесін кеп алдыңдар ма? Мағызым несі басында? Мағызым несі? Ой, мен мағызым дүкен аштым десем сенесіңдер ма? Ой, жүріңдер екеуің не қып тұрсыңдар, а? Бәрісіне ауылдың саңқы кетті ғой мынанысы. Барлық, ауылдың барлығы ойналайды. Ой, келіңдер, қуаныш отырыңдар, а? Мен мына жердің қазір енді өздеріңізге тарихың болсын, бәрі жағын өздеріңізге түсіндіріп айта кететін боламын. Амелесін келдіңдер. Амалсың кеп болсын. Осылар халыққа жақсы сый бердіңдер. Тегіс жаққа бардыңдар ма? Кеше келгенбіз, тегіс келген бүгін өтіп тамам. Мені істеп жүрсем ойлап қалмаңдар мына жерде. Мен мына жерде өзім бір кәді мағызым үшін айналайын осы жерде жүрмін. Бұл жердің мағызымы бар қош, мен енді айтып тауса алмайын. Ал енді осы жердің өзіміздің бір бесіншілік бір ағамыз ашқан екен. Танисыңдар ма таны? Мына жақтағы отырған өзіміздің Ерал ағамыз. Осы қалаға деген Ерал еңбегі бар. Қуаныш. Бейжіңге жаяу барған екі жігіт досы ғой. Болан мен Қуаныш деген. Бұлан мен Қуаныш деген. Мен әзір көріп, жарайсыңдар қашан келдіңдер? Кеше келгенбіз. Кеше келдіңдер ма? Бүгін сол ауылдың дәмін сағынып, осылай қата келгенбіз болды. Жарайды. Мағызымнан бір екі стакан келтіріңіз, мына жігіттер жапа шегіп, астанамыз Бейжіңнен кетті. Мағызымыз ерекше екен аға, чөлді бастық, ауылға деген, аққа деген, дәмге деген сағынышқа басылды енді. Басқа кісілерде кеп тұрсын енді, тойға да шығады дегендей өзіміз енді орнын осы жердің. Бұл жердің орны болса, мына оң жағымыз Сталинде 6-шы көше, сол жағымыз Сталинде 5-шы көше. Осы екі көшенің ортасындағы Сауя Минжу деген бір үлкен даусым бина бар, осының астында. Қазақтың құрттары да бар осы дүкенде, тұра ма? Тұра. Өзіңіз өз қолымен жасап деген маражон деген ышқып естіп қалдым осы Шинжан қабағында. Бұны өз қолыңызбен жасап жатсыздар, бүгінгі таңда осылай жарыққа шықты ма? Бұның енді өзің қысқаша бір түсінігін халықтың алдына жеткізсеңіз деген ойдамын. Ал енді бұл маражонды біз әртүрлі жеміспен жасап жатырмыз. 10-11 түрлі. Мәселен шаңжау бүлдіргі қауын дейміз. Осының өзін шикізаты мен текестің тегірек деген жайлауы бар. Сол тегірек жайлауынан 2 күнде бір түзеліп ұсталдырып, өзіміз жасап жатырмыз, өз қолымызбен. Бұл сатып алған маражон емес, базар маражон емес. Халық енді нөміріңізді халыққа жеткізе кетсеңіз. Жарайды, маражон топқа да паршада сатамыз. Енді менің телефон нөмірім болса 152-92-77-27-88 деген нөмір арқылы хабарласса болады. Әр жағынан заказ берсе, барлық жағынан дайынсыз аға, е? Мағызымда бар, ашымалда бар, барлық өнімдеріне заказ берсе дайын. Міне керемет. Тарым малдың сусындағы дүкені ашылып осындай шаңырақ көтерген себепті бізде мінекей бүгін енді осы жерге жанында мінекей Қуаныш, Бұлан деген бауырлармен осындай мінекей бүгінгі таңда ат басын бұрып келіп отырған жағдайымыз бар. Әрқашан келіңіздер, сіздерді осындай тарым малдың сусынды дүкенден күтеміз. Рахмет. Қара жер қиялымды алаға ашып, Қаратаудан сағыныш барадасып, сол таудың бөктерінен көрінетін киелі де қастерлі қаралашық тауыма баруға боламасың, бабамның көзі ғой қастерлі қаралашық. Мен сонау боз тұманмен араласып, Қаратауға
başı